Бухгалтерларға математиканы жақсы білмесе де логика қажет болады, себебі паниковать етпеу керек, главное. Құпия сақтау ол қиын емес. Тек қана қолтаңба арқылы сіз договорды заңдастыра алмайсыз. Вдруг тексеріс келіп қалса, қолтаңбаны жалған жасамаймыз, бірақ ол өте жақсы программа. Қазір бухгалтер болу үшін көптеген курстар бар. Бухгалтерлар қанша табады. Университетке түсу туралы ойлап жүрсің бе? Бірақ қай мамандық саған сай келетінін білмейсің бе? Біз сен сұрауға ұялатын, бірақ білгің келетін барлық сұрақтарды мамандарға қоямыз. Сен мамандық туралы 10 жауап бағдарламасын көріп отырсың. Бәріне сәлем, менің есімім Ақерке. Мен I+ білім беру орталығында бухгалтер қызметін атқарамын. Бухгалтер болып жұмыс жасап жатқаныма осы жылы 4-ші жыл болып кетеді. Бухгалтер ол экономика және қаржы саласындағы таптырмас қызметтердің бірі. Кез келген кішкентай шағын орын, кәсіпорындар болмасын, ол жерде бухгалтер қызметі бар. Ол сол жердегі қызметкерлердің жалақысын, салығын, айыппұлдарды және де тапсырыс беруші мен орындаушы арасындағы есепті орындайтын адам. Салық не үшін керек? Ол салық дегеніміз ол жеке тұлғалардың және заңды тұлғалардың мемлекетке төлейтін бір мөлшердегі салық түрі. Оны барлық жеке тұлға болсын, жаңағы заңды тұлға болсын, ол міндетті түрде мемлекетке ол салықты төлеу қажет. Себебі осы салық арқылы мемлекет өзіне деген жаңағы мектептерді, қоғамдық жолдар болсын, соның барлығын осы салық арқылы іске асырады. Сол себепті де ол біз салықтардан жалтармауымыз керек, салықтарды төлеп отыруымыз керек. Осы арқылы мемлекеттегі ақша ол айналымда болады. Ол әрбір азаматтың өзінің мемлекет алдындағы заңды іс-әрекеті. Қазіргі заман өте дамыған заман. Қазір калькуляторлар, есеп машинасы барлығы бар. Сол арқылы ақша да саналады, бірақ та есеп машинасын өзі қателесуі мүмкін. Сол себепті де бухгалтерларға математиканы жақсы білмесе де логика қажет болады, себебі сізге қосу, алу, бөлу, көбейту, немесе пропорция, процент шығару деген сияқты элементарный заттарды білу қажет болады. Егерде қате жіберсек, паниковать етпеу керек, главное. Өзімізді сабырлыққа шақырып, қай жерден қате жібергенді сразу түсіну керек. Себебі қандай қателік болмасын, оны уақытылы сіз біліп және де уақытылы оны шеше білсеңіз, сол жерде ол қателікті түзетуге болады. Тек сабыр сақтау керек деп ойлаймын сол моментте. Жалақыны қалай құпия сақтауға болады? Ол біріншіден компания ережесіне бағыну керек. Бізде бухгалтерлар, ол сізде компанияңызда қанша қызметкер болса, сонша қызметкердің жалақысы болады. Сол себепті ол бізге как цифр сияқты болып көрінеді де, оған сіз аса қатты мән бермейсіз. Главное, сіз сол жалақыны дұрыс беруді және де қалай сол жерден салықты дұрыс ұстап қалуды ғана ойлайсыз. Сол себепті құпия сақтау ол қиын емес. Мөр дегеніміз ол құжаттарды заңдастыру үшін қажет, заңдастыру және растау үшін керек болады. Сіздерде мысалға бір договор құрсаңыздар, сол договорды жаңағы қолтаңба, орындаушының қолтаңбасымен мөр міндетті түрде болу керек. Тек қана қолтаңба арқылы сіз договорды заңдастыра алмайсыз. Себебі ол жерде мөр де болуы маңызды. Ол үшін мөр керек бізге. Сенімхат деген мысалы бір тұлға екінші тұлғаға өзінің өкілеттілігін осы сенімхат арқылы беріледі. Сіз сенімхат арқылы үшінші адаммен мәмілелерге отыра аласыз, немесе бірінші тұлғаның атынан шешу керек заттардың барлығын сіз осы сенімхат арқылы жасайсыз. Қол қою, жаңағы дүние мүлікті сату, одан да басқа іс-әрекеттердің барлығын сіз сенімхат арқылы іске асырасыз. Ол сенімхатты 18 жастан асқан тек адам ғана алады, және де сенімді тұлғаға ғана беруге болады. Вдруг тексеріс келіп қалса, әрқашанда керек емес, негізі уже жарамдылығы өткен құжаттарды архивқа жіберіп отыру қажет.
сол кезде ешқандай тексеріс келген кезде ақау шығып қалады деп қорықпайсыз. Себебі керек емес негізгі документтерді кабинетте сақтаудың қажеті жоқ. Тек архивқа жіберіп отыру керек. Данный осы текущий моменттегі сізге керек документтерді өзіңізде ұстасаңыз, тексеруден қорықпайсыз, және де егер де жұмысыңыз таза болса, ешқандай тексеріс сізге кедергі келтірмейді. Қолтаңбаны жалған жасамаймыз, бірақ негізінде жалған қолтаңбаны сіз документтердің көбісіне қоя алмайсыз. Тек болады распискаға немесе жеке осы компания арасындағы жүретін жай документтерге ғана қоя аласыз. Ал жалған қолтаңбаны басқа үлкен кәсіпорындар тез біліп қояды. Тіпті сіз факсимиле қолдансаңыз да, ол договорда өзінің заңдылығы жоқ құжат ретінде табылады. Сол себеп жалған жасаудың қажеті жоқ. Негізгі сол владелец арқылы қолтаңба қою керек. Негізінде 1С өте жақсы зат. Ол 1С біздің бухгалтерлардың жұмыс қиындатпайды, наоборот жеңілдетеді. 1С біздің бүкіл жұмысымызды бір жерге жинап, сол арқылы біздің жұмысымызды жеңілдетіп отырады. Ол өте жақсы программа. Ол болмаса, бізде бухгалтерияда жұмыс наоборот қиындап кетер еді. Бухгалтер болу үшін сіз колледжде де оқи аласыз, жоғарғы оқу орнында да. Жоғарғы оқу орнында гуманитарлық бағыттағы емес, экономика қаржы бағытына қаратай жақсы білім беретін оқу орындарына түскен дұрыс деп ойлаймын. Және де қазір бухгалтер болу үшін көптеген курстар бар. Сол курстар арқылы сіз білім алып оқысаңыз да болады. Сіз ол адамның өзіне байланысты деп ойлаймын. Егер де адамда талпыныс жоғары болса, қай жерде оқыса да өз мамандығын жақсы меңгеріп шыға алады. Және де әрқашанда ізденіс үстінде болу қажет болады. Бухгалтерлар қанша табады? Бухгалтерлар меніңше 250 мың теңгеден жоғарғы жалақы табады. Ол әртүрлі болуы мүмкін. Мен оны айта алмаймын. Бұл әркімнің жұмыс жасау қабілетіне, жұмыс жасау барысына байланысты. Ең бірінші бухгалтер, көмекші бухгалтер мамандығынан бастайды. Ең бірінші көмекші бухгалтер, одан кейін бас бухгалтер. Егер де сол компанияда жұмыс ұзақ атқаратын болса, қаржы директорға дейін бара алады. Және де одан бөлек аутсорсинг компанияларда жұмыс жасай алады. Немесе фрилансер болып та бөлек жұмыс атқара алады. Және де бухгалтерлік курстар деген қазір өте дамыған. Бухгалтерлік курстарды да өзі сабақ ретінде бере алады. Бухгалтерияда не ұнайды? Ең бірінші мен жұмысқа келген кезде маған бухгалтерияда қызметкерлерге жалақы берген ұнайтын. Расходниктерді жыртып, соның өзі маған қызық болып көрінетін. Негізінде бухгалтерияда маған қиын заттарды шешкен ұнайды. Когда қиын болады ғой, бір шеше алмайтын заттарды сіз шешіп, сол цифрларды қарап, соны дұрыс шығарудың өзі жұмыстың қызығы. Маған сол кез ұнайды. Сол кезде сізде цифрларыңыз барлығы дұрыс шыққаны, сол өте қуаныштандырады сізді. Кішкене стресске толы жұмыс, себебі сізде бухгалтер всегда на связи болу керек. Одан кейін, мысалы, айдың соңында көп сотрудниктер, басқа қызметкерлер демалып жүрген кезде бізде ондай болмайды, бізде отчетный период деген болады. Басқалар демалған уақытта сіз жұмыс жасайсыз. Сол жері кішкене минусы шығар жұмыстың. Кішкене стресске толы. Сол. Жаңадан бастағандарға шаршамаңыздар, талмаңыздар, еңбектеніңіздер, және де үйренуден шаршамаңыздар.